Осы Жақмет клиникасын қай жақтан естіп білген едіңіз? Бұл маған бірінші естігенім өзімнің сестрам Тараз қаласында. Ол кісінің құдағайы осы жерге келіп ем алған екен. Содан кейін осы плазмафорезді 3 марта қабылдаған. 3 мартадан кейін ол кісінің көп ауыратын жерінің бәрі жақсарып, иммунитеті көтеріліп, көңіл күйі жақсарып, денсаулығы жақсарған. Содан кейін қандай ауру еді ол кісі? Ол кісіде сустав ауырған, сосын печень ауырған, сосын бетінің омоложение болған, бетінің тазарып, сосын жүрісі өзіне жеңілдік, сондай өте көп әсер еткен екен. Сол кісіден естіп, сестрам маған хабарлап, соны сестрам екеуміз біз келдік. Чимкент қаласына, осы Жақметке келіп. Қай жақтан келіп отырсыз? Қызылорда қаласынан келдім, сестрам Тараз қаласынан келді. Қызылорда қаласынан келіп, енді осыны көзім жетіп, өзім қабылдап, бірден келген кезімде кішкене давлением болып, басым ауырыңқырап келіп, бірінші қабылдағаннан кейін көзім ашылып, как будто менде ешқандай ауру болмағандай сезіндім. Онан кейін өзіңізде не мазалайтын еді жалпы? Менде мазалағанда, менде көбіне қазір осы данный последнее время сустав, артрит, атроз ауыратын, содан кейін печеньді май басқан деп УЗИ-ға түскенімде Алматы қаласынан маған сондай диагноз қойған. Сол осы ораза айында мен өт жолым ауырып, тамағыма өттің дәмі келіп, қайта-қайта құсып, мазам кеткен. Қазір енді осы неден бәрінен аурудан арылып, өте жақсы, даже осы бірінші қабылдағаннан жақсы болдым. Өте жақсы клиника, айтқан отзывым былай болады, қыздары да өте жақсы, жақсы қабылдап, барлық жағдайыңды жасап, докторлардың барлығы көңілімнен шығып, жақсылап түсіндіріп, УЗИ-ға түсіріп, анализдер алып, бәрін акциямен қабылдап, өте жақсы көмек көрсетті. Сондықтан любой осы ауыратын халық, біз үлкен адамбыз, пенсионерміз, пенсияға шыққаннан кейін ар жер мазаласа, әрбір халыққа, әрбір адамға айтарым, осы клиникаға келіп ем алыңыздар. Қан тазалаңыздар, озон терапиясын алыңыздар, барлық үшінде көрсететін қызметті қабылдауға өте мен сіздерге кеңес беремін. Жақсы жағдайда. Процедура деп қойсаңызшы. Жақсы процедураларының бәрі өте жақсы. Адамға дым ауыртпалығы жоқ, жеңіл жүріп, көңіл күйіміз жақсарып, күшіміз көбейген сияқты. Барлық медицина, осының ішінде жүрген қызметкерлердің барлығына, медсестрасы бар, докторлары бар, барлығына рахмет айтам. Шын жүректен тағы да 3 рет қабылдаймын деп